көлікке дейінгі өмірі. Бірінші көлігім менің Жигули болды. Жарты ғұмырын жолда өткізетін әншілердің темір тұлпары қандай? Lexus 470 деген джип. Олар үшін қандай көлік қолайлы, қайсысы қауіпті? Бір көлікті бір жылдан 2 жылдан артық міне алмаймын. Ал темір тұлпардың тегінін тізгіндеген кім? 70-де сыйлаймын деген үмітім бар. Тоқтар Мейрамбек, Мұқасандар жылына қанша көлік ауыстырады? Енді анда-санда отқанда тұлпарым деп қоям. Халық әртісінің қалауы қай көлікке түсті? Мынау бензині қымбат. Мақпал Жүнісованың машинасын тізгіндеу үшін қойылар талап қандай? Бұл өте үлкен мамандық. Сәлеметсіздер ма? Мынау енді менің машинам, менің көлігім. Әйел азаматтарына өте бір ыңғайлы машина. Прада, Land Cruiser Prada деп аталады. Қазақ эстрадасының әншісі халқының сүйікті қызы Шахизаданың нәзіктігіне қарамастан мына үлкен джипті тізгіндеп жүргеніне 7 жыл болыпты. Туған күніне сол жолдасым сыйлады. Оның алдында да тура осындай көлік болған. Өзім ақ осындай көлікке жақсы сондай бір өзім сезінем да. Сосын осындай ақ көлікте жүрем көбінесе. Өткен түсіме кірген көліктерді бұл. Көлік мінген 13 жылдың ішінде Шахизада 10-ға жоқ темір тұлпар ауыстырып үлгерген. Ұмытып қалмаса, қазір есіне түсіріп көреді. Бірінші көлігім менің Жигули болды. Сосын кішкене джип алдым, Kia деген. Одан кейінгі Каринае болды. Одан кейін Сузуки болды. Сузукидан кейін Альтима болды. Сосын Альтимадан кейін тағандай машина? Тағы бір машина болған негізі. Ал театр сахнасының саңлағы Тұңғышбай ағамызды осындай мерекелік жиындарға, концерттер мен жеке жұмысына дер кезінде жеткізетін міне мына көлігі. Темір тұлпарын ағамыздың өзі таныстырсын. Я не қояшын, Land Cruiser ғой. Әншейін дейсіз бе аға? Land Cruiser әншейін көлік емес ау. Мүмкін ағамыз темір тұлпар тегін келген соң сабырлық танытып тұрғанда шығар. Әрбір 10 жыл сайын осымен үшеу ауыстырдым. Маған ылғи сыйлайды. 50-інде бір сыйлаған, 60-ында бір сыйлаған, енді 70-інде сыйлаймын деген үмітім бар. Кім сыйлайды сізге сонда? Енді ел, жұрт, ағайын, туысқан, кейде әкімшілік мені жақсы көріп қалса. Ендеше жомарт әкімдердің құлағына алтын сырға. Айтпақшы, Тұңғышбай ағаның джиптен өзгесіне отырмайтынын да ескерсеңіздер екен. Өйткені Басқаға сыймай, екі бүктеліп отыра алмаймын. Сондай-ақ Land Cruiser көлігін тізгіндегендердің қатарында әнші Айқында бар. Ал Lexus темір тұлпары Бағдат Самеддинова, Мәдина Сәдуақасова, Нұржан Керменбаев пен Еркін Мәуленде де бар. Патшалардың көлігі саналатын Range Rover машинасы Нұрлан Абдуллин мен Мұқасанға бұйырыпты. Сен жоқ жерде жүрек әндетпейді, сен жоқ жерде күнде мән өтпейді. Ал бұл әйгілі Нұрмұқасан тобының әншісі Мұқасан ағамыздың темір тұлпары. Range Rover деген машина. Жалпы бұны шетелде королевский машина дейді. Жаңағы корольдардың семьясы мінетін машина деп санайды шетелде. Ендеше Кербес король мен Маңғаз ханзадалар бек бағалаған бұл тұлпарды өз Мұқасанымыздың да тізгіндегеніне 3-ші жыл. Әншінің әріптестері де оның көлігіне қазақ эстрадасындағы ең әдемі әрі ең таза тұлпар деген баға беріп қойған. Себебі Келбетті ағамыз өзіне ғана емес, көлігінің тазалығын да қатты қадағалайтын әншінің бірі де бірегейі болып шықты. Мен бұл машинаны мінгеніме биыл 3-ші жыл. Бірақ айтпай, әлі жап-жаңа күйінде. Қайта жаңағы өзінің техникалық жаңағы технический жағынан болсын, себебі ол жағына мен өте қатал қараймын. Мұқасан әнші көлігін жиі ауыстыратын жұлдыздардың санатына жатпайды. 3 жыл қатарынан мініп келе жатқан бұл көліктің алдында Mitsubishi, Mercedes сынды машиналар болған. Ал қазіргі Range Rover'ы өзіне әлі де ұнап жүр, сондықтан әзірге ауыстыра қояр ойы да жоқ. Range Rover'дың жалпы атағынан атыр кейтін деп айтады ғой қалжыңмен. Сондықтан шынымен бренд. Ал Нұрмұқасанның екінші әншісі Нұрлан мырзаның таңдауы қай тұлпарға түсті екен? Нұрланда Mercedes. Өзгелерді көзіңде көрмейді, сен жоқ жерде.
Ал халқының ерке қызы Мақпал Жүнісованы діттеген жеріне жеткізетін көлігі қандай? Мынау бензині қымбат. Әншінің жүргізушісі болу қиын ба? Бұл өте үлкен мамандық. Ал жақында ғана жеке ән кешін өткізген Музарттың серілері қандай көлікпен жүреді? Жақсы жаңалықтар күтеміз. Тоқтар Серіковтің бір басында 10 шақты көліктің бары рас па? Аздаған жарнамадан соң хабарымызды жалғастырамыз. Арнамыздан ауыспаңыздар. Ал бұл қазақ эстрадасының қос ғашығы бүгінде өнегелі отбасына айналған Тоқтар Серіков пен Бейбіт Сейдуәлиева. Бейбіт ханымның жұбайы сыйға тартқан қып-қызыл көлігі бар. Бірақ бүгін әншіміз жармен бір көлікте келді. Сенімді ақпарат көздеріне сүйенсек, Тоқтар ағамыздың бір басында 8-ге жоқ көлігі бар екен. Біз әзірге 2-ін ғана байқадық. Ал Тоқтар Серіковтің шәкірті Қанат Үмбетовте ұстазынан қалыспайтын секілді. Әнші мініп жүрген көлік міне осы. Қазіргі мініп жүрген көлігім осы. 25 жасында аған көлігім осы. Көлікті мейлінше ұқыпты жүргізуге тырысамын деген әнші жігіт бұл көлігін өз еңбегімен алғанын айтады. Маркасы Infiniti FX 305 дейді, 335 дейді. Жылы 2005 жылғы. Осы алғаныма бір 7-8 ай көлемі болды, осы машинаны алғаныма. Шатаспасам бір 12 ма, 11 ма көлікте ауыстырдым. Өнер жұлдыздарының арасында көптеген ағаларымыз жақсы машиналар мінеді ғой. Мейрамбек ағамыздың, Сәкен ағамыздың, Тоқтар ағамыздың, Мұқасан ағаларымыздың машинаны қалай мінген үлгілері ұнайды. Қашан қарасаң бір машинасында бір мін таппайсың. Қанат айтқан ағалардың көлігін әлі көрсетерміз. Ал қазір халық әртісі Мақпал Жүнісованы алып жүретін темір тұлпармен таныс болыңыздар. Сонымен халық әртісін діттеген жеріне жеткізетін көліктің маркасы қандай екен? Мерседес. С-класс дейма бірдеңе дейді, құдай ау. Бұл Мерседес Мақпал Жүнісованы концерттерге, тойларға, тіпті қара базарға да тасиды. Қазақтың ерке қызына бұл көлік сыйға тартылыпты. Мынау бензині қымбат. Мынаумен жүрсең, 2-3 күннің бірінде 10 000 теңге бересің. Бензинге 10 000 теңге. Өзіңіз білесіз ғой, бензин қымбат, бәрі қымбат бізде Қазақстанда. Сондықтан да андай кішкентай машина алып бердім, бензинді аз жейтін. Соны мерейді апарып ары-бері тасып тұрады. Ал мен енді сорлы болмай, енді халық әртісі деген атағым бар ғой. Сосын осындай машинамен жүрем. Бұны да жаңағы көкелеріміз бәрі алып берген қосылып. Бірақ рөлінде әншінің өзі емес, керек жеріне таситын жеке жүргізушісі бар. Бұл кісіні алған себебім, Қазақ концертте 8 жыл қызмет жасаған Роза Тәжібаевна Бағланованы апамызды тасыған шопыр. Бүкіл Қазақстанның жолының бәрін жақсы біледі. Әншінің жүргізушісіне деген талабы да таудай. Біріншіден арақ ішпеу керек. Жұмыс уақытысында. Арақты бәрі ішеді ғой. Тиянақты болу керек, ауыздан арақ сасып тұрмау керек. Өйткені мен қызымды мектепке апарады, жолдың ережесін бұзбау керек. Сондай талаптар қоям. Сосын таза киініп жүру, таза жүру. Енді үстінде киім кешектерді мынау бәрін мен өзім көмектесіп алып беріп тұрам шопырларға. Осылайша жұмысшысына тиісті еңбек ақысын уақытысында төлейтін әнші апайымыздың жүрегінің кеңдігіне кезекті мәрте көзіміз жетті. Ал бұл Музарт тобының араға 5 жыл үзіліс салып Алматыда өткізген жеке кеші. Алматылық көрермен өте талғамы жоғары, өнерді биік бағалайды. Бұл жерде дегенмен осы жерден қанаттанып ұштық, осы жерден бірігіп бастағанбыз, осы сахнада талай-талай ән салғанбыз. Сондықтан біз өте қазір қобалжып та тұрмыз, дірілдеп тұрмыз, сондықтан тек дайындалдық бұл жолы. Әдетінше залда ине шаншар жер болмады. Музарттың әндерін сүйіп тыңдаған көрерменнің өнер тарландарына деген қошеметі де ерекше. Айта кету керек, концерт 100% жанды дауыста өтті.
Естеріңізде болса, 10 жылдық мерейтойда Музарттың әншілері түгелдей дерлік көліктерін жаңартып, өздеріне осындай сый жасаған еді. Ол кезде Мейрамбек Беспаев BMW, Сәкен Майғазиев пен Кенжебек Жанәбілов Lexus маркалы темір тұлпар алған болатын. Ал биыл естуімізше, Мейрамбек Сәкен ағаларымыз көліктерін сатып, басқасын алуға әзірленіп жүрген көрінеді. Ал Кенжебек мына аппақ жүктің иесі атанған. Ендеше темір тұлпарыңыз сіздерді ешқашан сүріндірмесін, қымбатты өнер жұлдыздары. Жолдарыңыз әрдайым ашық болуын тілейміз.